жолдасым мені 13 жыл үйде ұстаған. Өйткені ең бірінші мен енді өзім Түркістан қаласының тумасымын. Оған сіз куәсіз. Мен үйде ұстаған деген кішкене тереңірек айтып кетсеңіз. Тереңірек айтайын. Сіздің өз еркіңізбен бе? Жоқ, өз еркіммен дегенде ең бірінші жаңағы мен енді Түркістан қаласында ағылшын маман факультетіне түскен болатынмын. Одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін енді алып қашып кету деген бар ғой енді. Бірақ енді әрине келісіммен болды, бірақ дегенмен де ол кезде ағылшын факультетіне түсу деген өте қиын болатын. Сөйте тұра мені жаңағы енді белгілі бір себептерге Алматыға кеттік. Содан мен оқуға 4 ай бармай қалған кезде мені отчислениеға жібереді. Содан мен ана мамандығымнан айырылып қалдым былай қарағанда. Ол кезде жаңағы енді адамның білімі болмаған екен, білімді болмау деген нәрсе адамға көбірек құн төлетуге алып келеді. Сондықтан да жаңағы академический алу деген нәрсе ойымда болмаған екен да. Содан Алматыға келіп тұрып мен айтамын, Қуаныш, мен оқуым керек. Оқымаған әйел, ол менің анам көп айтатын, оқымаған әйел ол жаңағы төменгі әңгімені айтады. Оқыған адам мен оқымаған адамның екеуінің несі жаңағы ой өрісі, сөйлеу мәнері екеуі екі бөлек болатын деп.